Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Мен Талдықорған қаласында жоғары медициналық колледжін оқып, 3 жылдан кейін мен өзім не түсіндім деген сұрақты осыны бір бейне арқылы жауап беретін боламын. Жалпы ең басында мен медицинаға түсуімнің себебі ол адамды емдеймін, мен мықты боламын деп емес, бір денсаулық туралы білгім келді. Қалай емдейді, қалай укол салады, ауруды қалай емдеуге болады деген сияқты. Оның патологиясы анау мынау деген сияқты бәрі қызық болды маған. Мен мықты маман боламын деп емес, бірақ сол сфера маған өте қызық болды. Медицинаға түскеннен кейін ол өте бір қатаң тәртіппен тұратынын түсіндім. Өйткені адамның денсаулығын ол сен сабаққа бардың, келмедің, оқыдың, оқымадың емес. Келу керексің сабаққа, оқу керексің, ақ халатты киесің, басыңа қалпағыңды киесің, кәдімгідей адам сияқты оқытады да. Өйткені адам емдейді. Адамды робот емес, адам емдейді. Адам қателесу мүмкін. Адам сабақты оқымағаннан, білмегеннен адамның өліміне себеп болуы мүмкін деген сияқты нәрселердің бәрін көре бастадым да. Өте қатал екенін түсіндім. Ол дұрыс, ол тәртіп, ол адамды бір жақсы бір тазалыққа үйретеді, бір ұқыптылыққа үйретеді. Дұрыстап мән беріңдер, уақытылы келіңдер, киімдерің аппақ таза болсын деп үнемі айтып жүреді да. Ол тек медицинаға қатысты емес, ол жалпы өмірде де кез келген сала, жұмысқа бар, қайда қонаққа бар, киімің таза, ұқыпты, уақытылы кисең бәрі жақсы болады деген нәрсе ғой. Сол нәрсені түсіндім біріншіден. Тазалық, ұқыптылық, осы бірінші тәртіп дегендерді осыларды түсіндім. Кейін сабақтарды оқи келе, ауруларды оқи келе, жалпы аурудың себебі өте оңай екенін түсіндім. Біз не үшін ауырамыз? Өйткені біз еріншекпіз ғой, былай қарасаң. Өйткені гигиенадан басталады көптеген аурулар, тамақты дұрыс ішпегеннен басталады. Суық далада жалаң аяқ жүрсең, аяқтың тамырлары тарылып, суықтан аяқ үсіп кетеді, мысалы. Суықта жылы жүру керек. Адам өзінің организміне, адам өзінің денесіне құрметпен қарайтын болса, қаншама ауруларға жеткізбейді да өзін. Өйткені зиянды әдеттердің өзі ауруға алып келеді, мысалы. Арақ ішу, темекі тарту өкпеге, арақ ішу жаңағы бауырға, және де жүрек қан тамырлары ауруына әкеледі да. Бұлардың бәрі әкеліп, сен қиналасың, инфаркт боласың, жаңағы өкпенің обырына ұшырайсың. Бұның барлығына сен кімді кінәлайсың? Өзің кінәлісің. Өйткені сен өзіңнің денеңе мүлдем қарамадың ғой сен. Аяғың бар, жүрдің, бірақ мүлдем сен өзіңе құрметпен қарамадың. Зиянды әдеттен не үшін тұтынып жатсың? Мен ертең 10-15 жылдан кейін қиналып қалмаймын ба? Бұл не пайда деген сияқты ойланбадың да сен. Өйткені қоғам саған айтқан, еркексің ғой, темекі шексеші, не ол кішкентай бала ұқсап, үйрен деген сияқты. Арақ ішпейсің ба, не кішкентай бала ұқсап, ішсей бір-ақ рет көтересің де қоясың деп. Қоғам сенің миыңа неше түрлі ойларды алып тастырады. Қоғам бұл нәрсемен күресе алмағандықтан сені де сондай нәрсеге тартады. Ішсей, брат, ішсей деп тартады кәдімгідей. Ең мықты адам ол жоқ дей алған адам. Ол сенің әріптесің болсын, бірақ ол сен ертең өкпе обырына шалдығып, онкологияда жатып қиналған кезде арақ ішкізген коллегаларың, арақ ішкізген бір туысқандарың, арақ ішкізген құдағиларың кеп емдемейді да сені. Өйткені құр келеді, бұл арты қайырлы болсын, енді өл қапты ғой, енді иманды болсын дейді. Соны естігің келе ма? Естігің келмейді, өмір сүргің келеді. Сондықтан қазіргі заманда өте денсаулыққа кішкене кері әсерін тигізіп жатқан нәрселер өте көп болып жатыр. Біз ойлаймыз ғой, біз пайдалы дейміз, бірақ оның артындағы зияндары көбейіп жатыр. Біз байқамайтын зияндар көп беріп жатыр адамдарға ше. Өйткені қазіргі мысалы тағамдардың өзі жасанды болып барады кәдімгідей, бір нәрсені жасау кішкене табиғи емес та, андай бір роботтың көмегімен, бір нәрсенің көмегімен әйтеуір бір жасанды да ол. Бұрынғыдай дәм бермейді. Бұрынғыдай мысалы, бұрын біз жеген табиғи нәрселер дәмдірек болатын. Ал қазіргі мысалы жеміс жидектер кейбірі жасанды ғой. Соны жесең мысалы
бір дәрінің бір нәрсенің дәмін сезесің да, и кішкене жақпайды да ол. Сондықтан қазіргі заманда кейбір нәрселерде дұрыстап ара жігін анықтап, мынау дұрыс па, мынау пайдалы ма, соны кішкене анықтап өмір сүрген дұрыс деп ойлаймын. Және де адамда 9 жүйе бар. 9 жүйе. Ас қорыту жүйесі, бұл шығеттер бар, жаңағы жыныстық жүйе бар, жыныстық мүшелер жүйесі бар, эндокриндік жүйе бар, міне гормондар. Сол әрбір жүйеге адам ұқыпты, менің гормондарымның барлығы нормада ма, жыныс мүшелері жүйесінде менде бәрі дұрыс па, простатит емес па, аналық безі рагы емес па деген гинекологқа, урологқа барып қаралып, жылына ең болмағанда бір рет қаралған адам, ол іші менде бәрі жақсы, шүкір, Аллаға шүкір дейді да. Немесе 6 айда бір қаралсаңыз өте керемет болады. Мысалы, өкпеңізді флюорографияға түсіресіз, одан кейін стоматологқа барып тістеріңізді қарайсыздар. Стоматологқа тіс ауырған кезде ғана барып, керек емес, жалпы стоматологқа барып айтасыз, менің тісімді қарап беріңіз, менің тістерімнің жағдайы қалай, қайсысы жаман болып бара жатыр, ертерек алдын ала емдей берейік, алдын ала тазалайық, алдын ала құрттардан арылайық деген сияқты стоматологқа айтасыз. Дерматологқа барасыз, менде осындай терімде осындай жаралар пайда болды, мен бұдан қалай арылам деген сияқты. Медициналық сақтандыру, страховка төлеп жатсыңдар ғой ай сайын. Мемлекеттік мынау емхана, төлеп жатсыңдар ғой. Сендер сол кезде дәрігерге жазылу тегін. Сен мемлекеттік дәрігерге барған кезде ақшаны алдына апарып бермейсің, өйткені сен ай сайын төлеп жатсың оны. Сондықтан тегін нәрсені пайдалану керек та. Негізінде барып жазылып, кәдімгідей кезекке тұрып, менде осындай жағдай болып тұр, мен мынадан қалай не етемін деп, үнемі денсаулықтарыңызға көзіңнің қарашығындай қараңыздар, жарай ма? Және де бір нәрсе әлсіреп бара жатқан болса, кейінге бір асқынып кеткенге қалдырмай, керісінше алдын ала профилактика жасасаңыздар өте керемет болады. Тым қатты асқынып кеткен кезде дәрігерлер айтады, өкінішке орай біздің Қазақстанда бұны емдей алатын аппарат жоқ дейді ғой. Қазақстанда жоқ дейді, өйткені жоқ ондай. Шетелге барасың, 40-50 миллион, 60 миллион, сен оны бүкіл Қазақстанға, барша қазақстандықтарға жалынды сәлем, осы баланың еміне 40-50 миллион деп жүреміз да. Сондықтан медициналық сауаттылық ол өте керек нәрсе, өйткені біз көп нәрсені білмегеннен дәрі береміз, білмегеннен көзге тамызамыз, білмегеннен құлаққа тамызамыз. Ол кейін кері әсерін берген кезде өкінеміз да. Білмегеннен кейін жасадым, балама осылай құя салып едім, асқынып кетті деп жиі айтамыз. Біз мысалы дәрінің не үшін себеміз, не үшін қосамыз, оны оқымаймыз. Оқығанның өзінде орысшаны да түсінбейміз. Сондықтан балаңыздың денсаулығына бір нәрсені жасамас бұрын кішкене аптекаға барып, сөйлесіп, немесе дәрігерге барып, солардың нұсқаулығын алып, мынаны қалай жасайды, мынау бола ма, болмай ма, мынанша жастан бастап беруге бола ма, соның бәрін ақылдасу керек. Өйткені баланың денсаулығы ол кез келген дәріден жазылып кеттің дегенде болмайды. Өйткені әр дәрінің емдеп тұрып бір нәрсені құртатыны бар да. Шын айтам. Өйткені қараңыздар, мына таблетка бар ғой, таблетканы ішкен сайын адамның бүйрегі кішкене отказ беріп бастайды. Адамның бүйрегі жаңағы химиялық қоспалар бар ғой таблеткада, оны сүзгіден өткізеді, жұмыс жасайды, бүйрек қысым көреді, бүйрек жаңа химиялық нәрселер, дәріні сен қабылдай бердің, одан кейін асқазанға да әсер етеді. Өйткені сен ішу арқылы сенің жаңа дәрінің химиялық құрамы сенің асқазанның несі бар ғой, шырышты қабатын кішкене жұқартып, кішкене зақымдарын бере бастайды. Өйткені дәріні көп ішуге болмайды. Әр дәрінің өзінің дозасы бар. Ішетін қанша таблетка ішу керек, осының бәрін нету керек, ескеру керек. Біз ойлаймыз, мынандай таблетканы іше сал, ештеңе етпейді деп, бірақ ол сені улап өлтіріп жіберсе, саған ештеңе етпейді. Бәлкім ол өте қауіпті болуы мүмкін, ол кішкентай болуы мүмкін, бірақ сенің организміңе беретін әсері үлкен болуы мүмкін. Сондықтан медициналық тұрғыда
сауаттылықтың бар болуы ол өте үлкен болу керек нәрсе. Сондықтан ата-аналар және де жас өспірімдер кім менің видеомды көріп жатқан болса, өтінемін, бір дәрі қолданбас бұрын, өзіңізді бір емдеуге тырыспас бұрын нұсқаулықты әбден оқып зерттеген дұрыс. Егер күмән болатын жағдайда дәрігерге барып қаралған дұрыс. Немесе аптекада менің осындай жерім ауырып тұр, дәл осындай жерім ауырып тұрғанға қандай дәрі бар десеңіздер, олар білет та. Өйткені олар өздерінің істерінің маманы. Айтады, күніне 3 рет ішесіз деп, бәрін айтады. Кейбір нәрселер бар, мысалы, олар бере алмайды, өйткені дәрігердің рұқсатымен ғана бере алатын нәрселер бар. Сондықтан осындай сақ болыңыздар ағайын. Денсаулық деген ол алтын, денсаулық деген ол байлық. Денсаулық байлық деп 100 грамм ішетін емес ол. Денсаулық байлық деген ол өзіне құрметпен қараған адам. Сондықтан өз-өзімізді құрметтейік, бағалайық, және де жақсылап тұрып қартаяйық. Бәріңізге рахмет. Арнамызға жазылып, лүпіл басып, қоңыраушан басып кетсеңіздер жақсы болар еді. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.